Қазақстандық эстрада жұлдызы Алтынай Жорабаева желі қолданушыларына көптен жасырып келген құпиясын ашты. Өнер иесі бұл жаңалық ертелікке жария боларын ескере отырып, оны оқырмандарына өзі жеткізуді жөн көрген. Алтынай Жорабаева Instagram парақшасында қалың көпшіліктен жасырып қалған құпиясымен бөлісті. Әнші бұл ақпаратты біреуден естігенше жанкүйерлеріне өзі айтып беруді жөн көрген. Белгілі болғандай, мәселе шоу-бизнес жұлдызының күйеуіне тікелей байланысты. Отағасының белгілі бір жағдайға қатысты қабылдаған шешімінен кейін өнер иесі төбесіне жай түскендей әсер алған. Қымбатты оқырмандарым, мен сіздерге бір құпиямды ашайын деп отырмын. Ол құпияны ертелі-кеш еститін едіңіздер. Алайда, өзімнің парақшамда өзімнің аузымнан естігендеріңізді жөн санадым. Негізі Алтынай жиһаз компаниясының негізін қалаушысы жолдасым. Жолдасыма осыдан 2 ай бұрын үлкен бизнеске ұсыныс жасалды. Жолдасым білікті кәсіпкер ретінде бұл компанияны 2 ай бойы зерттеді де, маған келіп отбасылық бизнес жасауға керемет болашағы зор компания екенін айтты. Тағы бір шешімі маған төбемнен жай түскендей болды. Ол не шешім десеңіздер, Алтынай жиһаз компаниясын саттым деді. Сөйтсем Алтынай жиһаз компаниясын құрбан етуге тұрарлықтай компания екен. Бұл компанияның ерекшелігі отбасы болып жұмыс істей аласыз. Алла бұйыртса, бірігіп істеген жұмыстың хайыры болатыны анық, деп жазды Жорабаева.